Ассаламу алейкум қыздар, бүгін біз биылғы жылдың хиті болған Панама тігетін боламыз. Панаманы жалпы өзімнің басыма өлшеп тігетін боламын. Бұл видео өте ұзақ болғандықтан екіге бөлдім. Бұл видеода тек қана выкройка, яғни лекала сызатын боламыз. Менің басымның айналымы 58 сантиметр. Сол 58 сантиметрді екіге бөлеміз, 29 сантиметрді біз қазір лекаласын сызып аламыз. Ең алдымен Панаманың ортаңғы бөлігін, яғни жанын сызып алатын боламыз. Ол үшін 29 сантиметрді өлшеп аламыз дағыны. Енді бұл жерде тереңдігі, басыңызға қандай тереңдікте болғанын қалайсыз, осыны өлшеп аласыз. Яғни мен бұл жерде 9 сантиметр алдым. 11 сантиметр болса қатты терең болып кетуі мүмкін. Енді өздеріңіз қалайсыздар. Қарайсыздар, ол қалай болатын. Және де осы төртбұрыштыны сызып алғаннан кейін жоғарыдағы сызықтан, яғни төртбұрыштының үстінен ішке қарай 1,5 сантиметрден кіріп белгілеп аламыз. Яғни мына жерде мен белгілеп қойдым, әріптермен белгіледім, сіздерге түсінікті болу үшін. F нүктесінен төменгі B мен қосамыз, және де E мен A нүктесін қосамыз. Сол кезде бізде трапеция сияқты фигура шығады. Дәл ортасын осылай қосып сызып аламыз. Бұл өте маңызды. Және де ол жердегі сызған нүктелерімізді де белгілеп аламыз. Мен ол жерге К және де L деп белгіледім. Осы К нүктесінен төмен қарай 1,5 сантиметр түсіреміз, және L нүктесінен де төмен қарай 1,5 сантиметр түсіреміз. К-дан төмен қарай 1,5 белгілеген М дедім, L-дан төмен қарай түскен нүктені О деп белгіледім. Енді мынау біздің Е, А, Б нүктелері бар ғой, сол жерді линейкамызды 90 градусқа өлшейміз дағыны. Е, М, Ф нүктесін доғал етіп қосып сызып аламыз. Және де астындағы А, О, Б нүктелерінде доғал етіп бір-бірімен қосып сызып аламыз. Сол кезде бізде Панамамыздың жаны пайда болады. Ал енді үстіңгі төбесін, Панаманың төбесі шеңберді белгілеп алу үшін соны өлшеп алуымыз керек. Үстіңгі доғал сызығымызды осылай өлшеп аламыз. Лентаның көмегіменен. Е, М, Ф нүктелерін өлшеп аламыз. Ол бізде 26 сантиметр. Енді осы жерде бізге математика көмекке келеді. 26 сантиметрді пиге көбейтеміз. Пи дегеніміз ол бөлеміз, яғни 26 сантиметрді пиге бөлеміз. Ол бізде 3,14 сантиметр. Радиусты тауып алуымыз керек төбедің, яғни біздің Панамамыздың төбесін белгілеп алу үшін. Бізде 8,1 сантиметр шықты. Енді осы өлшемді біз осы радиус арқылы шеңбер сызып алуымыз керек. Егер де сізде циркуль бар болатын болса, циркульдің көмегімен 8,1 сантиметр көлемінде шеңбер сызып алыңыздар. Менің қолымда циркуль болмағандықтан мен осылай линейканың көмегімен дәл ортасын белгілеп алдым да, шет-шетіне, екі шетіне қарай 8,1 сантиметрден нүктелерді белгілеп шықтым. Сол кезде менде радиусы 8,1 сантиметрлік шеңбер шықты. Бұл біздің Панамамыздың төбесі болады. Бізде енді екі деталь дайын, яғни төбесі мен жаны дайын. Енді тек жайылып жатқан етегі болады ғой, Панаманың астыңғы жағы. Сол жерді өлшеп алу керек. Ол үшін А, О, Б нүктелерін метрмен өлшеп аламыз. Бұл бізде 29,5 сантиметр шығады. Осы 29,5 сантиметрге тең келетін, яғни екі қабырғасы төрт бұрышты қазір сызуымыз керек болады. Басқа ақ қағаз аламыз.
Сөйтеміз да сол қағазға 29,5 сантиметрді өлшеп аламыз. Біздің А4 қағазымыз осы бір ені ұзындығы 29,5-ге тең екен. Менде түгел қағаздың өзін алды. Енді бұның жиегінде кейбір кісілер шляпа сияқты кең болғанын қаласаңыздар, үлкен ала берсеңіздер болады. Ал егер кішкентай болған қалсаңыздар 6 сантиметрде. Негізінен норма ол сол 7,5 8 сантиметр. Мен соның ортасы 7 сантиметрді алдым. Енді осы 7 сантиметр мен 29 сантиметрге алған тік төртбұрышымызды, яғни төртбұрышты енді біз 8 бөлікке бөлуіміз керек. 29-ды 8-ге бөлесіздер. Сөйтесіздер дағына шыққан цифрды осылай төртбұрышымызды тағы да 8 бөлікке өлшеп сызып аласыздар. Бұны қиып аламыз. Қиып алғаннан кейін әрбір сызықтың өзін жоғарыдағы сызыққа дейін кішкене ғана қалдырамыз, 1 мм-дей. Соған жеткізбей қиып алуымыз керек. Мінекей біздің енді бұл панамамыздың астыңғы жағы. Біреулер солына панаманың астыңғы жағындағы бөлігін волнистый, яғни толқын тәрізді кең болып тұрғанын қалайды. Кейбіреулер кішкене тіке түскенін қалайды. Сіздер қалай қарайсыздар? Соған қарай енді мына жерде лекаласын сызамыз. Мен арасын қат кең болғанын қаламаймын, сондықтан 1 сантиметр арасын ашып, таза бір басқа қағазға өлшеп, соған желімдеп алдым. Енді екінші лекалымды жасап жатырмын. Модельдеп жатырмыз ғой, қыздар, жалпы бір ауыз сөзбен айтқан кезде модельдеп жатырмыз. Екі шетіне де 0,5 сантиметрден қалдыруды ұмытпаңыздар. Өйткені біз 1 сантиметр қостық қой арасына, сондықтан екі шетіне 0,5-тен қалдырамыз. Егер де 2 сантиметр болса, соны 2-ге бөлесіздерді, дәл сол өлшемді екі шетіне қалдырасыздар. Енді біз осыны қиып алуымыз керек. Мінекей бізде 3 деталімізді тайын, төбесі, ортасындағы екінші деталь және астыңғы жағы панамамыздың 3-ші деталі. Қыздар, сіздерге осы видеода барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Егер де видео ұнаса, лайк басыңыздар, комментарияға өз пікірлеріңізбен бөлісіңіздер, және де достарыңызбен осы видеоны бөлісуді ұмытпаңыздар. Каналыма бірінші рет келіп тұрған болсаңыз, каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз, және де қоңырауды басып қойыңыз, себебі алда тағы да қызықты видеолар болады. Бұйырса, келесі видео осының тігілу процесі болады. Сондықтан оны жіберіп алмау үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Сіздермен бірге болған шебер Перизат. Келесі видеоларда амандықта кездескенше сау болыңыздар.